Саламатсыздар ма, құрметті бірінші курс студенттері. Биылғы жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын сіздерді. Менің тақырыбым оқу үрдісін қолдауға бағытталған кітапханалық ақпараттық ресурстар. Жалпы кітапхананың ресурстары өте үлкен. Соның негізгі сіздерге осы бірінші курсқа жаңадан университет қабырғасына келген кездеріңізде қай жерге бару керексіздер, қай жерде тіркелу керексіздер, қандай ресурс сіздерге қолжетімді деген сияқты сұрақтарға мен бүгін жауап беруге тырысамын. Жалпы бүгінгі онлайн дәріс екі тілде өтеді. Біріншісі қазақ тілінде, 11:30-да орыс тіліндегісі. Орыс тілді студенттерге арналған. Жалпы кітапхананың өзінің алдына қойған миссиясы бар, мақсаттары бар, жоспарлап отырған. Ғылым мен білім беруге арналған әртүрлі ақпарат көздеріне кең мүмкіндік беру арқылы пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру, университеттің білім беру, зерттеу және қоғамдық бағдарламаларына ықпал ету. Университет кітапхана қызметін жаңғырту арқылы олардың үдемелі өсуіне кепілдік бере отырып, тұрақты даму үшін жағдай жасауда. Негізгі мақсатымыз кітапхана 24/7 форматындағы заманауи ақпарат, білім және ғылым орталығы ретінде өздеріңізге бір терезе режимінде қызметтер ұсыну. Кітапхана 24/7 дегеніміз ол аптаның 7 күнінде 24 сағат бойы сіздерге қызмет көрсету. Кітапхананың барлық ресурстарының онлайн форматта үйде пайдалануға, кітапхананың қабырғасында пайдалануға мүмкіндік жасау. Жалпы кітапхананың статистикасына көз жүгіртетін болсақ, кітапхана қоры 1.287.738 дана. Бүгінгі күнге оқырмандар саны 15.884. Жаңа әдебиеттер түсімі бір жылғы 21.858 дананы көрсетіп тұр. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Биылғы жылы біз рухани жаңғыру бағдарламасы бағытында бірталай қомақты кітап қоры мен кітапхана толықтырылды. Жалпы оқырмандарға кітап қорын беру онлайн және офлайн форматында болды. Ол статистикаға жүгінсек 1.373.677 құжатты көрсетіп тұр. Оқырмандардың келу саны бізде жалпы университетте әр корпуста факультеттерге қарай арнайы оқу залдары мен абонементтер бекітілген. Соларға келу көрсеткіші өздеріңізде пайдаланушылардың 676.038 көрсеткіші көрсетіп тұр бүгінгі күнге. Жалпы кітапхана құрылымы 6 оқу кампусында орналасқан, 22 кітап беру пункттері бар. Ол 4 абонемент және 18 оқу залдары. Оқу залдарымыздың ішіндегі ерекшелігі түнгі жатақханада жататын студенттерге арналған түнгі оқу 2 залымыз бар. Және де әр кампуста сол факультетке тиесілі өзінің оқу залдары мен абонементтері бар. Өздеріңізге ыңғайлы жағдай жасау мақсатында ұйымдастырылған. Қаланың әр бұрышында орналасқан корпус болғандықтан сіздерге ыңғайлы жаңағы керек әдебиетіңізді өзіңіздің оқитын корпусыңыздың қасында, болмаса үйіңіздің қасында қолға алатын ресурсыңызды, болмаса онлайн пайдалануға мүмкіндік жасалған. Жалпы кітапхана кеңістігі open space форматына жаңғыртылуда. Ол open space дегеніміз ашық форматта. Студенттер өздеріне керек әдебиетті қордан өздері таңдап алып пайдаланатындай жағдай жасалынып отыр бүгінгі күнге. Кітапхана құрылымында оқуды ілгерілету және тұлғаны дамыту үшін коворкинг зона, креатив зона, тұлғаны дамыту үшін 102 оқу аймағы, 101 интернет аймағы, 103 групп стади рум, 104 чиллаут рум деген арнайы зоналар жұмыс істеп тұр. Егер де абонементтер бойынша тоқталатын болсақ, номер 1 абонемент осы технологиялық кешенде ұйымдастырылған. Бұл жерде сіздерге арнайы жинақталған 500 мыңнан аса кітап қоры дәстүрлі. Ол технологиялық кешенде Төле би көшесі 60 мекен жайында орналасқан.
Мына суретке қарасаңыздар, жалпы кітапхананың жаңағы мен айтып кеткен креатив зонасы, коворкинг зонасы және абонемент үйге болмаса оқу залына кітап беру пункттері көрсетіліп тұр. Мына жердегі суретте көріп отқаныңыз, біз әлем тілдері болмаса гуманитарлық әлеуметтік ғылымдар факультетіне қарасты номер 1 оқу залы. Бұл жерде оқырмандардың назарына мерзімді басылымдар, оқулық және оқу әдістемелік қор жинақталған және де көркем әдебиет қоры осы кешеннің 2-ші этажында жайғасқан. Біздің номер 2 абонементіміз Сатпаев көшесі 28-ші мекен жай бойынша гидрокешенде орналасқан. Мына презентация қарасаңыздар, ол жердің де телефон, хабарласу мүмкіндіктері барлығы жазылып қойған. Ол жерде де абонемент дегеніміз үйге оқырманға кітап беру, және де сол жерде отырып залда дайындалатындай мүмкіндік жасалған. Интернет-класс, электронды ресурстар қоры жинақталған. Онан кейін жаңағы қазіргі заманауи оқу залы, топтық жұмыс жасауға және жеке жұмыс жасауға арналған залдар ұйымдастырылған. Келесі абонементіміз ол 3-ші абонемент Ұстаз институты кешенінде орналасқан Жамбыл даңғылы 16А. Бұл жерде де өздеріңізге ыңғайлы электронды оқу залы, дәстүрлі оқу залы, мерзімді басылымдар залы және де жаңағы мен айтқан демалу аймақтары жасалған. Ол групп стади рум және чиллаут рум деп аталынады. Барлық жағдай, енді бүгінгі студенттерге барлық жағдай жасалынған. Оқиын деген, мен білімді, келешекте білімді маман боламын деген студенттерге кітапханада жағдайлар жасалынған. Бұнымен қоса кітапханада Қаратау қаласында орналасқан Тау-Кен технологиялық колледжі бар. Онда орналасқан 4-ші абонементіміз оқу залдарымен бірге сіздерге қызмет көрсетеді. Ол жерде де оқу залы және абонемент бар. Үйге және залда отырып дайындалуға мүмкіндік берілген. Жалпы сіздер 1-ші курс болғаннан кейін бізде оқырмандарды тіркеу процесі болады. Оқырмандарға қызмет көрсету жүзеге асыратын барлық құрылымдық бөлімшелерде кітапханалық ақпараттық орталықты пайдалану ережелеріне сәйкес офлайн және онлайн форматта оқырмандар тіркеу жүргізіледі. Жалпы егер пайдалану ережесімен танысқыларыңыз келсе, мен ары қарай көрсетіп кетем. Lip-Tarsu.kz сайтында орналасқан толық мәтіні, болмаса кітапханаға офлайн форматта келген кезіңізде әр оқу залдарында ілулі тұр. Оны міндетті түрде танысу қажет. Кітапханаға офлайн форматта жазылу үшін жеке басты ойландыратын құжатты көрсетуіңіз қажет. Оқырман ретінде тіркелген студенттер кітапхананың электрондық ресурстары мен жеке кабинет қызметтеріне қол жеткізе алады. Оқырманға электронды кітапхана ресурстарын пайдалану үшін логин мен пароль электронды почта арқылы жіберіледі. Егер де онлайн арқылы тіркелсе, егер де офлайн форматта болса, сол жерде кітапхана қызметкері көрсетіп ашып береді қолына жазылған логин мен парольді беріп, болмаса өздеріңіздің дәстүрлі түрде жазылған логин парольдеріңізді алып пайдалану процесстерін үйреніп қайтасыздар. Кітапханаға онлайн форматта оқырман ретінде тіркелу үшін http://lit.tarsu.kz мекен жайында онлайн қызмет көрсету айдарында төмендегі кестені толтыру қажет. Ол кесте онлайн қызмет көрсету үшін арнайы жасақталған. Толық аты жөніңіз, факультетіңіз, телефон нөміріңіз және электронды почтаңыз. Бұл жерде кітаптардың атауы не болмаса өзіңіздің сұранысыңызды, сізге қандай көмек қажет, соны жазып, төмендегі мен көрсеткен жеке мәліметтерді кері байланыс формасында жеке мәліметтерді өңдеуге келісім берем деген жерге белгі қойып, жіберуді бастаңыздар, ары қарай ол ақпарат біздің электронды почтаға түседі. Жалпы осы процессті мен енді сайттан көрсетейін сіздерге. Кітапханалық ақпараттық орталықтың өзінің жеке сайты бар.
жеке сайты бар. Жеке сайтта жаңа мен айтып кеткен мекен-жай бойынша басты бетте және кітапхана туралы ақпаратпен танысуға болады. Осы жерде пайдалану ережесі деген пункт тұр. Осы пайдалану ережесі деген сілтемені бассаңыздар, жалпы кітапхананы қалай пайдалану мүмкіндігі бар деген ақпаратпен таныса аласыздар. Жалпы кітапханада қандай сайт арқылы онлайн біздің студенттерімізге, онлайн пайдаланушыларымызға қандай мүмкіндіктер берілген. Ол электронды кітапхана, электронды каталог кітапхананың, қызмет көрсету сервисі. Онан кейін сіздер сияқты бірінші курс студенттеріне студент жол серігін дайындап қойғанбыз. Ол өздеріңізге қажет ақпарат осы буклеттен қосымша танысуға мүмкіндік берілген. Жалпы кітапханаға кіре берісте, егерде офлайн форматта келген болсаңыздар, QR-код ілулі тұр, ол осы кітапхананың сайтына жүктелуге мүмкіндік береді. Жаңағы мен айтқан мекен-жайды жазып жатпай-ақ, бірден осы кітапхананың сайтына кіре аласыздар. Жалпы қызмет түрлерін таныстырып кетейін. Қызмет түрлері онлайн оқырмандарымызға тапсырыс кітапты пайдалану мерзімін ұзарту. Егерде қазір бірінші курста кітаптар аласыздар, бізде екі бағытта қайта тіркелу үрдістері бар. Ол бірінші кітапты алғаннан кейін, бірінші семестр, оқу семестрі біткеннен кейін, оны міндетті түрде егерде ары қарай сол пәніңіз жалғасып, кітабыңыз қажет болып жатқан кезде пайдалану үшін оны ұзарту керек болады. Мерзімін ұзарту үшін сіздер кітапханаға келіп әуре болмай-ақ, үйден болмаса жаңағы өзіңіздің смартфон, қолдарыңыздағы телефоннан ұзартуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол кезде мына тапсырыс кітаптың пайдалану мерзімін ұзарту деген нүктеге бассаңыздар, аты жөніңіз, оқырман билетіңіздің нөмірі, біз оқырман билеті тек қана электронды түрде береміз. Және кітаптың артындағы штрих-кодын жазсаңыз болады. Кітаптың атауын электронды почтаңызды. Сол арқылы кітапхана қызметкерлері ары қарай сіздің формулярыңызда кітаптың ұзартылу мерзімін жалғастырады. Онан кейінгі сервистік қызметтер виртуалды анықтамалық қызмет. Сіздерге жаңағы бірінші курста реферат жазатын шығарсыздар әр пәндер бойынша. Болмаса жалпы екінші, үшінші курсқа өткен кездеріңізде курстық жұмыстарыңыз, бірінші курс бітерлерде курстық жұмыстың тақырыбы беріледі. Сол кезде осы қызметке жүгінуге мүмкіндік бар. Құжатты электронды жеткізу қызметі. Ол сіздің почтаңызға электронды түрде қажет материалыңызды, егерде кітап дәстүрлі түрдегі кітапты келіп алуға мүмкіндігіңіз болмаса, электронды түрде сол кітаптың көшірмесін сіздің почтаңызға біздің кітапханалар жібереді. Егерде осы құжат электронды жеткізу деген жүйе бойынша тіркеліп сұранысыңызды жазған болсаңыз, міндетті түрде электронды почтаңызды қатесіз жазу керексіз. Енді ары қарай кітаппен қамтамасыз ету картасын толтыру. Бұл енді сіздердің оқытушыларыңыз беретін пәні бойынша толтырады. Ол жерге әдебиеттерін сіздерді осы бірінші семестрде беретін пәні бойынша әдебиеттерге жаңағы сілтемесі, силабустары Платоновқа қойылып, жалпы қандай әдебиеттер пайдаланылатын осы жерде көрсетіп қояды. Оны сіздерге ертең силабус арқылы сілтеме, электронды ресурсқа сілтеме және дәстүрлі кітаптың аты жөнін, шифрын осы кітаппен қамтылу карталарының оқытушының білуге болады. Әдебиетке тапсырысты рәсімдеу. Егерде оқытушы тапсырыс берген болса, міндетті түрде кітапхана мамандары кітапты сатып алады. Егерде сіздерге мынау берілген пәндегі әдебиеттер, оқытушының көрсеткен әдебиеттерінен қосымша тағы да мен өзім жаңағы аналитикалық түрде бір сараптама жасауым үшін қажет десеңіздер, сіздердің де құқығыңыз бар әдебиетке тапсырыс беруге. Формасы жаңағы біздің сапа менеджменті бойынша осы жерде рәсімделген. Оны да жүктеп алып толтырып кітапханаға әкеліп тапсыруларыңыз болады. Бұл бағытта біздің кітап қорын толықтыру
секторы жұмыс істейді. Жалпы баспалар прайсы бұл енді Қазақстандағы жалпы баспалар көрсетілген, біз қандай баспалармен жұмыс істейміз, болмаса кітап сататын ұйымдардың мекен жайы көрсетілген. Бұдан басқа арнайы мерзімді басылымдармен кітапхана қоры толықтырылады. Ол жаңағы газет және арнайы мамандандырылған журналдар. Егер де өзіңіздің салаңыз бойынша кітаптардан бөлек күнделікті соңғы жаңалықты білгім келеді дейтін болсаңыздар, осы жерде біздің жалпы кітапхана қандай мерзімді басылымдарға жазылғандығын көре алуға болады. Оны сіздерге мен электронды каталогпен жұмыс істегенде ол жерден де көрсетіп кетемін. Жалпы мерзімді басылымдар каталогы, біз каталог бойынша жұмыс істейміз. Қазақстанда бірнеше агенттік бар, кітапханаларды жаңа мерзімді басылымдармен қамтамасыз ететін. Солардың прайс каталогтарымен жұмыс істейміз. Егер де онымен танысқыңыз келсе, мерзімді басылымдар каталогын пайдалануға болады. Онлайн қызметті мен сіздерге көрсеттім. Бұл осы жерде де ссылкасы, сілтемесі қойылған. Енді электронды каталогпен жұмысқа көшетін болсақ, мына жерден қосымша айтып кетейін, тағы да электронды ресурстарды пайдалану жөніндегі нұсқаулық сіздерге көрсетіліп тұр сайтта. Бұл жерде әр базаға қысқаша нұсқаулық берілген. Видео, бейне нұсқаулық болса, бейне нұсқаулық, ол жаңағы жоғары оқу орындары аралық электронды кітапхана, IPR Books электронды кітапханасы, университетская библиотека онлайн деген Ресейдің электронды кітапханасы, Гребеникон экономика саласы бойынша электронды кітапхананы, және ұлттық лицензия бойынша кітапханаға, университет кітапханаларына берілген мүмкіндікте бізде екі база пайдаланылады. Ол Clarivate Analytic компаниясының Web of Science базасы және Elsevier компаниясының Scopus базасы. Бұл келешекте сіздердің жаңағы дипломдық жұмыстарыңыз кезінде Scopus базасына, болмаса Web of Science базасына кірген мерзімді басылымдарда өздеріңіздің ғылыми жетістіктеріңізді, болмаса ғылыми мақалаларыңызды жазуға мүмкіндік беретін және жоғары импакт фактор алатындай көрсеткіштерді осы екі базаның ішінде мақала жазып ала аласыздар. Бұған да біздің кітапхана мамандары көмектеседі. Және де бізде ай сайын әртүрлі семинар, тренингтер өтіп тұрады. Оқытушылардан бөлек сіздерде қатысуға мүмкіндіктеріңіз бар. Әр семинар, тренингтен кейін сертификат беріледі. Кітапханашы ретінде мен сіздерге айтатын бір ескертуім, ол бірінші курстан бастап осындай онлайн қызмет көрсету, болмаса дәстүрлі бүткіл базалармен жұмыс істеу үшін өтетін семинар, тренингтерге міндетті түрде қатысыңыздар. Сіздерге ары қарай толық ақпаратпен пайдалану үшін көп көмектеседі. Ендігі жерде жалпы кітапхананың сайтында сіздерге қажет RCS деген бізде инструмент бар. Ол инструмент қандай көмек бере алады сіздерге? Бүткіл кітапхананың жаңалықтары, егер де сіз осы жерге электронды почтаңызды жазып тіркелу кнопкасын, нүктесін бассаңыз, онда сізге жалпы кітапханада өтетін іс-шаралар, жалпы ұйымдастырылған жаңағы мен айтқандай семинар, тренингтерді уақытылы біліп, тіркеліп отыруыңызға мүмкіндік береді. Одан бөлек жалпы кітапхананың сайтында жаңа түскен әдебиеттер, жалпы өткізілетін іс-шаралар, қандай да бір жаңалық болып жатса, сол жаңалықтан сіздер құлағдар болып жүресіздер. Міндетті түрде мен сіздерге ұсынар едім осы RCS құралына жазылуға. Онан кейін біз енді университетте 100 кітап рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша Қазақстанда әлем таныған, әлем мойындаған жақсы оқулықтар осы бағдарлама аясында қазақ тіліне, өзіміздің мемлекеттік тілге аударылды. Кезінде біздің ғалымдарымыз бұл кітап ағылшын тілінде жазылған екен деп аудармасын іздеген барлық жақсы кітаптар қазақ тілінде бүгінгі студенттерге мүмкіндік берілген. Оны кітапханадан кітабын көтеріп жүргім келмейді деп ерінетін болсаңыздар, QR кодты басып, ары қарай әр кітаптың жүктеп алуға мүмкіндіктеріңіз бар осы сайт арқылы. Мен әр кітапты бастаңыз, ашып оқи беретіндей мүмкіндік дайындап қойғанбыз. Мына жоғары жағында сілтемесі тұр. Сол сілтемемен өздеріңіздің смартфон және телефон құралдарыңыздан кіріп оқи бересіздер. Мінекей кітаптың толық мәтіні осылай
жүктелінеді және ол уақытты көп алмайды. Жалпы бұдан бөлек биыл тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап деген бір ел бір кітап акциясында 30 кітап таңдалып алынған. Бұл көркем шығарма. Егер де біздің қатарымызда филология, журналистика мамандықтарының студенттеріне өте пайдалы ресурстар бұл жерге жинақталған. Жалпы Қазақстанда комиссия жұмыс істейді осы кітаптарды талдау бойынша. Сол кітаптарды мінекей біз мына жерге де толық мәтінін сіздерге жүктеп қойдық. Өздеріңіз кітапханадан іздеп барып жүруге ерінсеңіздер, осы мына баннер тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап деген баннерді бассаңыздар, керек кітаптарыңызды жүктеп аласыздар. Бұл бағдарлама бойынша бізде бірнеше іс-шаралар өтеді. Бір жылға арналған бағдарлама. Өткен оқу жылының басында да осы бағытта бірталай іс-шаралар өтті. Көпшілік іс-шаралары. Бұл жерге тағы да бізде виртуалды кітап көрмесі, жаңа түскен әдебиеттер бюллетені баннерлері қойылған. Өздеріңізге қажет жаңа түскен әдебиеттеріңізбен танысқыңыз келсе, мына жаңа түскен әдебиеттер бюллетенін бассаңыздар, барлық ақпарат библиографиялық сипаттамасымен және де сиглалармен көрсетілген. Сигла дегеніміз әр оқу залының жаңағы кешенімен бірге берілген цифрлық көрсеткіші. Бұдан бөлек бізде оқитын педагогикалық ғылымдар электронды кітапханасын сіздер интернеттен әр жерден іздеп жүрмеу үшін арнайы педагогикалық бағыттағы студенттерімізге, профессорлық оқытушылар құрамымызға электронды кітапхана баннерін дайындап қойдық. Бұдан бөлек Қазақстанның Ашық университеті. Ашық университетінде толық мәтінді электронды кітапханалар сілтемесімен қойылған. Енді уақытты көп алмас үшін мен әр сілтемеге кіріп отырған жоқпын. Жалпы сайттағы барлық ресурстар сіздерге қол жетімді. Тағы да қысқаша айтатын болсақ, мына университеттің корпустары мен жаңа басында айтып кеттім, әр кешен қаланың әр жерінде орналасқан. Сондықтан Яндекс картаны ашсаңыздар, мына жерге біз сайттың бірінші бетінде қойып қойдық. Мекен жайлары әр жердің бассаңыздар, бірінші жатақханадағы оқу залы қай жерде деп сұрақ туса, жатақхана қай адресте, мысалы Нетқалиева көшесі деп барлығы көрсетіп тұрады. Көшесі мен барлық мекен жайы сіздерге ыңғайлы болу үшін, адаспас үшін көрсетіліп қойған. Картаны ашсаңыздар болды. Жалпы егерде маған қосымша сұрақтар қойып отыратын болсаңыздар, мен сіздерге жауап беріп отырамын осы жерде. Ары қарай елбасының лекциясы. Бұл жерде лекциялық барлық жинақтарын Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың барлық әр мемлекетте, әр университеттерде сөйлеген сөздердің барын сіздерге ыңғайлы болу үшін бір жерге жинақтап қойдық. Оны да осы жерді басып лекциямен таныса аласыздар. Жалпы кітапхана сайтына кірсеңіздер, пайдалы сайттар тізбегі осы жерде жиналып тұр. Сіздерге жеңіл болу үшін басқа интернеттен, басқа жерден қарамас үшін ыңғайлы жағдай жасалынған. Ендігі қосымша тағы да айтып кететін, жалпы кітапхананың сайтында барлық ақпараттар легі ең бірінші мына басты бетте жинақталған. Басты бетте мына хабарландырулар, ол өтетін ақпарат апталығы, болмаса ақпарат декадасы дейміз. Барлық хабарландыру осы бірінші бетте. Жаңағы мен айтқан РСС-ке почта арқылы тіркелсеңіздер, онда осы ақпараттың бәрі сіздердің почтаңызға түсіп, уақытылы танысып отырасыздар. Егерде мына кітапхананың сайтына кірсеңіздер, артында бізге хабар жібер деген чат жасалынып қойған. Мына чатты бассаңыздарды, бізге біздің электронды почтамызға шығасыздар. Өздеріңіздің сұраныстарыңыз болмаса, егерде электронды каталогтан кітап таппай жатсаңыздар, мына жерде электронды каталогпен таныстырып кетейін. Егерде электронды каталогтан кітап таппай жатсаңыздар, онда сол жерге жазып, біздің қай кешенде қанша данасы, қолда қанша данасы қазір сөреде тұрғанын айтып беруге мүмкіндік бар. Жалпы мен енді қысқаша сіздерге іздеу жүйесін көрсетіп кетейін. Кітапхана Мегапро бағдарламасы бойынша электронды каталог және электронды кітапханасы бар. Оның мекен жайы
elite.dulazi.kz. Болмаса университеттің ресми сайтында кітапхана деген нүкте тұр, сол нүктеге жүгірсеңіздер, ол жерде де жаңағы электронды каталог, болмаса электронды кітапхана деген нүктелерді басасыздар. Жалпы іздеу бойынша бірнеше параметрлер көрсетілген. Ол қарапайым іздеу, кеңірек іздеу енді егерде сіздер кішкене үйреніп дағдыланғаннан кейін ары қарай пайдалануға мүмкіндіктеріңіз бар. Жалпы жаңа түскен кітаптарды ғана көргім келеді десеңіз, мына жердегі жаңа түсім, болмаса новые книги деп тұр. Жаңа журналдар кітапханаға түскен. Жалпы осындай іздеу жүйелерін пайдалана аласыз. Мен енді бірінші курс студенттері ең бірінші не оқиды, ол негізгі жаңағы жалпы оқитын кітаптар, ол философия, әлеуметтану, құқық саласына қатысты әдебиеттер, осылардың бәрін осы электронды каталогтың книги деген форматында модулінде жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Мен енді не үшін жаңағы педагогика деп жазып қойдым, педагогика негіздері бағытында қандай кітап табуға болады. Сіздер егер жылын, болмаса авторын білсеңіздер, сол кітаптың енді сіздерге оқытушыларыңыз береді ғой, міне бәленше автордың түгенше кітабымен оқисыздар деп. Авторын білсеңіздер, онда мына іздеу жүйесінде авторымен көрсетесіздер, авторының атымен. Егер де авторын білмесеңіздер, онда кілттік түйін сөзді пайдалану керек. Кілттік түйін сөз дегеніміз не ол? Ол кітаптың аты болуы мүмкін, аталымы болуы мүмкін. Ол кітаптың ішінде негізгі көрсетілетін, мысалы менеджмент бағыты болса, кілттік түйін сөзге менеджмент деп алсаңыз болады. Педагогика саласында педагогика негіздері, болмаса педагогика. Жалпы сол кезде оқу құралдары, болмаса оқулықтар шығады. Мына келесі нүктеге қарасаңыздар, мына жерде книги, журналы, статья, диссертация, авторефераты деп тұр. Сіздерге керек кітап болса, книги деп басасыздар. Егер мерзімді басылым болса, онда журналды басасыздар. Егер де жалпы оқулық керек болса, оқулық дегеніміз ол білім және ғылым министрлігінің грифі басылған оқулықтар, және оқу құралы болса, ол осы біздің университеттен шыққан, болмаса Қазақстанның кез келген университетінің баспасынан шыққан оқу құралдары. Оқу әдістемелік басылымдармен де осы жерден таныса аласыздар. Жалпы мынау кілттік түйін сөз жазғанда да, жалпы осы электронды каталогта бізде 1.200.000-ден астам кітапхананың қорында кітап болса, соның барлық аталымы осы жерге кіргізілген. Сондықтан біз нақты кіруге дағдылануымыз керек. Нақты кіру үшін керекті жаңағы кітаптың аталымын, болмаса кілттік түйін сөзбен, болмаса автормен кірсек, тезірек тауып, көп ақпараттың ішінде шалынысып қалмаймыз. Қажет ақпаратымызды уақытылы тауып аламыз. Ары қарай мен жаңағы презентацияма көшейін, сайттан шығып. Енді жалпы сайтпен түсіндіріп кеттім. Жалпы егер тағы да статистикалық көрсеткіштерге жүгінетін болсақ, қолжетімді толық мәтінді электронды ресурстар 253.536 аталымды көрсетеді. Ол жаңағы мен айтып кеткен Elsevier базасының Scopus деректер қоры, Clarivate Analytics базасының Web of Science, Ресейдің IPR Books электронды кітапханасы. Бұл Ресейдікі болғанмен, ішінде 1000-жарымнан аса қазақ тіліндегі ресурстар, біздің Қазақстанның атақты баспаларының кітаптары қойылған. Гребенникон электронды кітапханасы, бұл таза экономика саласына бейімделген электронды кітапхана. Онан кейін университетская библиотека онлайн. Бұл да Ресейдің атақты кітап баспаларының шығарған, ғалымдардың шығарған еңбектері. Және де онан кейінгі РМФ-ке тоқталсақ, республикалық жоғары оқу орындар аралық электронды кітапхана. Жалпы осы мен енді жалпы презентация бойынша қысқаша айтып кеттім. Ары қарай толық ақпарат керек болса, мына РСС жүйесіне жазылып, кітапхананың электронды каталогтары мен әлеуметтік желідегі парақшаларында өздеріңіздің ұсыныстарыңызды жазсаңыздар болады. Егер де сұрақтарыңыз жоқ болса, жалпы кітапхананың жұмыс кестесімен таныстырып өтейін. Кітапхана 9-дан 6-ға дейін абонементтері жұмыс істейді, 8:30-нан 6-ға дейін барлық кешендегі оқу залдары сіздерге қызмет көрсетеді. Мекен жайлар осы
неде қойылған. Мынау презентация әлеуметтік желідегі біздің парақшамызда сақталып тұрады. Қатыса алмаған студенттер толық ақпаратты сол жерге алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Назарларыңызға рахмет.